Ассаламу алейкум, эфирде заман. Октябрьнын 20-сы Карамышгалинын 331 күні студияда Мавилия Мухтарова чалыша. Сізде Ахметжет Махкемесі Бақчысырайда тұтылған Қырым татарларының апыз жезасыны шекейет етме аризаларына бақмақта. Рифат Алимов, Мемет Белялов ве Марлен Асанов 60 күнге тақиқат үшін незарет алтына алынған еді. Октябрьнің 11-інде Хизбут Тахрир давасы черчевесінде 6 Қырым татары тұтылды. Оларының evlerінде тінтулер кечірілді. 6-сы Русияде сақланған Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлана. Запт етілген Қырымның наразылық аққы жоқ. Киевде Қырым татар фааллері ишғал алтындағы Қырымда кечірілген тынтуф ве басқылар аққында мәліматына айдынлатты. Құқық қорғаушылар ве адвокатлар инсан ақлары бұзылғанына қайд ете. Қырымлылар барышчы топлашуларға білет шықып оламай. Құқық қорғаушылардың айтқанына көре Кремль оның саясатынан разы олмағанларына бастырacak ола. Представлена инфографика о том, какие происходят преследования за выражение своих мыслей, своих взглядов, каким образом происходят эти преследования, либо в форме уголовного преследования, либо в форме административного преследования. Қырымда мешур рессам Изет Аблаев вефат етті, оның юрегі хастайды. Изет Аблаев рессамлық, ұйымшылықнен ұғрашып, шиырде язайды. 4 yaşında olғанда Қырымдан бұтын халқынен бірабер сүргін етілді. Ғұрбетте дегер Қырым татар ресамларынан дерс алды. Бөлеже, күміш еплеріні өрмеге өгреніп, Қырым татар илванларына япқаныды. Изет Аблаев 77 yaşında bu dünyаны терк етті. Женазесі бүгін Марина қасабасындағы ешіл соқағында қылынажақтар. Бұл сене вақтынша ишғал етілген Қырымның мемори сыңырындан 100 000 ас машина кечті. Бұл рақамны 2016 сенесінен қияслайлар. Бөйле мәлімат Девлет сыңыр қызметі тарафындан дерчетілді. Сыңыржылар ишғалден соң елжыларының сайысы эксілгеніні білдіре. Бұл сене 2 миллион инсан Қырымға кіріп чықты. Бұлтыр ісе елжыларының сайысы 200 000 зейдейді. Түневін ақшам митинг іштіракчілері хабарчылықіле көреш махкемесі аққында қанун лейхасыны президент мемориетіне бермеге қарар алды. Бір қачыз фаал халық депутатлары Юрий Левченко ве Егор Соболевнен берабер президентні весеқаны радаға кірсетмесіне шағырғанлар. Олар Петро Порошенко қанун лейхасыны өз адындан кірсетсін деп, муэлифліктен вазгешмеге азыр олғанына білдірелер. Юруш қырсызларға апыз кебі шарлар сеслендірілді. Крадіям тюрми! Крадіям тюрми! Наше рішення відмовитися від авторства цього законопроекту, щоб президент міг нести його від свого імені. За українським законодавством саме президент тепер має ініціювати творення нових судів. І згідно українського законодавства ми просимо його це зробити. Наразылықның соңы чадырларда ялыңыз Гурджистанның сабық президенті Михаил Саакашвилінің тарафдарлары қала. Қалған фирқа ве әрекетлер фарқлы ұсуларнен көрешмеге девам етежек. Бұны наразылық акциясының тешкілетшілері білдірді. Түневін юқарарада депутатларының тоқынылмазлығына алып ташлап аққында бірден 2 қанун лейхасына анаяса махкемесіне йоллады. Парламент бинасы огынде кімлер қала ве олардың планлары не, бұны мұхберіміз Дарина Іванютенко. Ранки під Радою не відрізняються нічим від ранків за останні 3 дні. Тут зараз знаходиться близько 300 мітингувальників і близько 350 працівників правоохоронних органів, спецпризначенців. Вже почала працювати Верховна Рада, тож люди потихеньку підходять. Буквально 15 хвилин тому по гучномовцю почали оголошувати вимогу до мітингувальників звільнити проїжджу частину вулиці Грушевського та перейти в паркову зону, яка знаходиться тут поруч, Маріїнський парк. Біля мене зараз знаходиться один з активістів. Ми зараз з ним поспілкуємося. Там, скажіть, будь ласка, чого чекаєте, чи готові покидати вулицю Грушевського? Такі настрої зараз на наметовому містечку. Покидати вулицю Грушевського ми не будемо.
настроены очень воинственно, скажем так. Мы вообще, наверное, захватим эту Верховную Раду вместе с депутатами скоро. И нужно, чтобы наши требования были выполнены. Переходить в парковую зону мы перейдем, но туда перейдут уже другие, новые палатки, новые мітингувальники. Дякуємо. Ахтему, вам велике за відповідь. Сьогодні Верховна Рада не буде розглядати ті законопроекти, які від них вимагають мітингувальники. Сьогодні буде розглядатися зміни до освітньої реформи. Ми будемо залишатися тут та розкажемо вам більше у наступних випусках «Заман». Студія. Сағыл Дарина, мұхбиріміз Дарина Иванютенко парламент үгінде болуына о наразылық білдіргенлерінің планлары hakkında тариф етті. Мустафа Джемилев, президент берген депутат оқынылмазлығына алып ташлап қанун лейхасыны депутатлар теклиф еткен весиқадан да ұйғын көре. Петро Порошенко миллет векелеріні 2020 сенесінден башлап тоқынылмазлықсыз қалдырмаға теклиф етті. Айны вақытта Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев реинтеграция қанун лейхасыны тенқит етті. О Донбасс ве Қырым мәселелерінің айры бақылмасына кесен-кес қаршы шыға. Оның фікірінше қанун лейхасына реберлежек olsa, анда işgal etilgen yarımada da kayıt etilmeli. Поэтому вот эта вот программа реинтеграции, деоккупации, нас больше устраивает термин деоккупация, должна в одинаковой форме касаться и Донбасса, и Крыма. Тот проект, который был предложен, касался только реинтеграции Луганской и Донецкой, сейчас оккупированной россиянами. Мы сказали, что это не подойдет, она должна включать в себя и территорию Крыма тоже. Харьковде yol қазасының себепчісі olған айдавчының жазасы белгіленecek 20 yaşında Алена Зайцева mahkemeni сезода ятып, яда азатлықта болуны беклейчегі бүгін белі олачақтыр. Lexus айдавчысы yol әрекеті қайделеріні бозғанында шеклене экспертиза қаза вақтында оның айыны қолғанына избатлады. Тақығатшыларының айтқанына көре Зайцева тақығат еле иш тұтмаға разы олмады, о ұзыне қаршы мәлімат бермеге істемей. Қыз 10 елға азатлықтан марум етіле білем, о 2 ел девамында машина айдап, yol әрекеті қайделерінің бозылмасы үшін ең азындан 6 кере пара жазасын алғаныды. Алена Зайцева айдаған Lexus машинасы чаршынбек үні ақшам ұсты адамларына қақты. 5 инсан жан берді, да 6 кіші ағыралда хастақынеде бұлына. Ичішлер назерінің меслячысы Антон Геращенко yol қазасының себебі әрекет ярышы ола біле деп тахмин ете. Бұны о Фейсбукта білдірді. Оның фікірінше незарет камераларының видеосына бақылса, бұл белі ола. Геращенко 20 yaşında Алена Зайцеваның кім иле ярышлашқаны тақығат үшін пек мұйым ола деп айтам. Лексус, виявляється, брав участь у перегонах по вечірньому Харкову. Слідство тепер має встановити особу водія ще одного авто, яке брало участь в перегонах. Він буде важливим свідком у справі про встановлення винних у харківській трагедії, за яку настане невідворотні покарання. Ато аланында чылғана теш сайысы эксілді соңғы күнлері Донбастағы вазиет кергінады. Кенеде Инчох, Донецк тарафы зарар көре. Душман бұйық калибрлі пулемет ве хафиф силах уланған. Луганск тарафында бір кере атеш açıldı. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Збройні сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватись перемиря. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає. Русия арбия Виктор Агеевны қорчаламақ үшін пара тапып оламады. Махкемеде оны Украина адвокаты Бедава қорчала жақтары бұны диверсантның анасы хабер етті. 3 күні версі Украина қавсызлық қызметі Виктор Агеевге қаршы даваны махкемеге yolлады. Тақығатшылар оның бұсіне март айындан башлап, террорист тақымларының истихбаратшылар ротасында қызмет еткенін избатлағанына білдірді. Майыс айында Виктор Агеевны Украина арбейлері яқалағаныды.
Путин Русия ве Донецк ве Луганск вилетлерінің ишғал етілген топрақлары арасында сыңарны қапатмаға бермейчегіні айдынлатты. Бұны Русия президенті Сочиде Валдай Мунақаша клубында айтты. Русия Донбассқа барыштырыжыларының кірсетме меселесінде фықрыны бір қач кередеңіштіргені да, ләкин бір шарты насыл олса да қалайды. Кремль өз сыңырында ичнебе арбейлеріні ерлештірмеге изін бермес. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Серебряницей. Там просто будет резня устроена. Ксения Собчак Қырым меселесінде өз фікрін айдынлатты. Русия президенті намзеті бірде-бір фирқа елі әлақасы ве мефкюревей сыңырлары олмағанына қайдетті. Собчак Қырым кімге айтылғанына мойым деп саймай. Оның фікірінше ярымада кележегіні инсанлар белгілемелі. Украина шырлерінден бірі Ксения Собчакның ярымада еле бағлы лафларыны тапып хатырлатты. Якщо Путін поверне Росії Крим безкровно, залишиться в історії великим і нічого з цим не поробиш. Я вважаю, що якщо безкровно Крим стане нашим, то це буде велика перемога Путіна. До речі, всі мої друзі проти Криму. Я в гордій самотності вважаю, що це блискуче розіграна політична комбінація. Завжди говорила, Донбас був розмінною монетою, і ось Сурков нарешті її розміняв. Непогано розміняв скасування санкцій і прощений Крим. Шындылык бұл соңғы хабарымыздар. Саат 12-де заманны сейретіп, яңа хабарларны біліңіз. Көрішкенше.